Тергеу клиенттің кінәсі бар деп мәлімдейді. Адвокат бір сұрақ қояды, және іс құлап кетеді. Бұл ойдан шығарма емес, шындық. Білікті адвокат істің әлсіз тұсын тауып, бір сұрақ арқылы айыптауды құлап тастайды. Негізгі сәт дәл және уақытылы қойылған сұрақ. Ол куәгердің мәлімдемелеріндегі қайшылықтарды анықтайды. Тергеу әрекеттерінің заңсыздығының ашып көрсетеді. Айыптаушылының алибиін растайды. Дәлелдердің бұзушылықтармен алынғанын көрсетеді. Кейде бір сұрақ домино эффектісін тудырады. Тергеу шаттана бастайды. Куәгер мәлімдемесін өзгертеді. Ал сот айыпталуға деген сенімін жоғалтады. Мысалы, клиент офистен қымбат ноутбук ұрлықпен айыпталды. Тергеу айыптаудың негізгі куәгер ретінде тазалаушыны шақырды. Ол оның сөмкемен ғимараттан шыққанын көргенін мәлімдеді. Сұхбат барысында адвокат бір ғана сұрақ қойды. Айтыңызшы, менің қорғалған адамын қай түсті сөмкемен шыққан еді? Куәгер сенімді түрде жауап берді. Қара. Содан кейін адвокат сотқа бақылау камераларының жазбасын ұсынды. Онда клиенттің сөмкесі де болмағанын анық көрінді. Іс құлап түсті. Куәгер шаттана бастады, ал сот оның мәлімдемелерін сенімсіз деп таныды. Нәтижеде клиент кінәсінің дәлелдері жоқтығынан ақталды.